Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз Кавентри қаласындағы Кавентри университетіне келдік. Өздеріңіз көріп тұрғандай, мына жерде, мына аудиторияда, яғни Кавентри университетінің инженерия факультетінде құрылыс саласы бойынша мамандар жиналған. Бұл кісілер 6 айлық тағылымдама бағдарламасы бойынша келген. Олай болса, өздерінен анық-қанығын сұрап алайық, е? Ал енді, алдымен Әділбек, жалпы осы жерде айта кету керек, Әділбек, оның әріптестері және Ләззат деген осы жерде басқа ұжымнан келген сіңіліміз бар. Енді Әділбек алдымен BI Group компаниясының өкілі ретінде, ең біріншіден құрылыс саласының инженерлері ретіндегі тағылымдама бойынша түстіңіз ғой, е? Оқу барысы, түсу барысы қалай болды, соны айта кетсеңіз қысқаша. Түсу барысы өте жеңіл болды. Ешқандай қиын ештеңе көрген жоқпыз. Кім ұсынды сіздерге осылай? Бізге ұсынғанда бізде жұмыста отырған кезде хат келді. Неге корпоративтік поштамызға. Осындай күні болашақ бағдарламасының қызметкерлері келіп, бізге барлық қандай бағдарламалар бар, қалай түсуге болады, жолдарын, соның бәрін түсіндіреміз деп хат келді. Сол күні бардық. 30-40 шақты адам болды басында. Сосын барлық түсіндіріп берді. Маған ең ұнағаны осы тағылымдама болды. Яғни жұмыс жасап жүрген қызметкерлердің ең қызығы қазтест тапсырғаны жеткілікті болды. Яғни қазақ тілін білу басты шарт болды да осы жерде. Сосын өзімнің енді тілім жақсы меңгеретін болғандықтан өз күшімді сынап көрейін дедім, бағымды сынап тапсырып көрейін дедім. Сол қазтест тапсырдық. Сосын медициналық тексеруден өттік. Соң құжаттарын жинадық. Сосын шақырту ғана керек болды дейсіз ғой, е? Әнуар, енді жаңа ғана әріптесіңіз Әділбек айтып отыр ғой, біз 30-40 шақты болашақтан, яғни халықаралық бағдарламалар орталығынан қызметкерлер келіп түсіндірді дейді, е? Керісінше. Сіздердің 30-40. Бізден қызығушылық танытқан көп адам болды. Бірақ енді бұлай қызығы мынандай сұрақ туады осы кезде. Сіздерге біздің жаңағы BI Group компаниясының атынан тапсырсаңыздар, оқуға түссеңіздер, шетелде барып тәжірибелеріңізді жетілдірсеңіздер деген ұсынысты жалпы кім тастаған екен? Өйткені осыны бір білетін, жай жапсарын адам болмаса, мысалы мен өзім Қазақ радиосында істеймін, бізге келіп болашақпен түсесіңдер ме, қызығушылық танытасыңдар ма, келіңдер түсіндіріп бере қояйын деп ешкім айтқан емес. Маған өзіме келген кезде мен Алматы қаласында жұмыс істеймін, көбісі Астана қаласында жұмыс істейді, болашақпен түскен осы біздің группадағы. Маған Алматы қаласында жұмыс істеп отқанда өзінің құрылыс объектінде басшым айтты. Болашақтың өзінің конкурстары болды, сол конкурстарын өтіп, осылай өзіміздің әріптестердің арасында қазір тағылымдама, стажировканы өтіп отырмын. Бір мезетте 30-40 адам тапсырдыңыздар ма сонда? Бір мезетте біздің компаниямыздың атымыздан мысалы 40-50 адамдай тапсырыс берген болатын шығар. Бірақ оның ішінде 15 адам осы стипендияны ұтып алдық. Қалғандары, өйткені ең басты шарт ол жердегі собеседование. Сол тараптан өткен кезде сол жерде көбі өтпей қалды. Оған дейінгі кезеңдерден сүрінбей өтіп келіп, соңғы кезең, яғни тәуелсіз эксперттік комиссияның шешімі болды. Сол шешімін біз сол желтоқсанның соңына дейін күттік. Сол кезде ғана белгілі болды қанша адам түсіп, қай балалар баратыны. 15 адам дедіңіздер, 2 адам бөлек басқа компаниядан, е? Біреуі Ләззат. Ләззат, сіз қалай білдім, е? Мекемеден келдіңіз, е? Мен Orbis Construction'да жұмыс істеймін қазір. Бұрынғы уақытта BI Group'та істеген болатынмын. Және осы программаны BI Group'да болған кезде білдім. Және де сұрастыра бастадым. Мен түсейін деп жатқан кезде маған BI Group'тағы достарым айтқан болатын түсу шансы өте аз деп. Неге? Өйткені бірінші рет тапсырған кезде 100 шақты адам тапсырған BI Group'тан. Тек қана 12-сі өткен. Сіздер демек жаңағы 15 адам
бір мезетте емес әртүрлі потокпен тапсырды ма сонда? Жоқ, мынау екінші поток қазір біз оқып жатқан, бұрындары бірінші поток Оқып болды. кетті олар. Оқып кетті олар. Мен Осы жұмыс істеп жатқан университетте? кезде, мен жұмыс істеп жатқан кезде BI группта олар оқып жатты осы жақта. Мен солайша осы бағдарламаны білдім. Және де мен уже ауысып кеткенмен, алайда бірақ осы болашақ программасы екенін біле отырып, ол BI групптан ештеңе ондай ол қаржылай көмек жоқ ол жақта, болашақтың қаржылай көмегі. Сондықтан мен де ілес алып басқа компаниядан тапсырдым. Берік, сізден сұрайын деп едім. Сіздер былтыр болашақтың талабы бойынша ағылшын тілінің сертификатын тапсыру міндеттелген жоқ. Демек, тапсырмадық. Иә. Бұл өте бір жақсы мүмкіндік болды ғой негізі, иә? Әрине бізге өте керемет мүмкіндік, өйткені біздің компанияда барлық ағылшын деп жақсы білетіндер көп айта алмаймын. Енді бізге біз бәрі семьям бар, бәрі жұмыс істейді, көп уақыт жоқ та, соған үйренуге мен сияқты. Қазір мысалға ағылшындарыңыз қалай болып осында келгелі өсті ме? Қазір өте өсті, жақсы. Біз түсінеміз бәрін, айтқан біздің мұғалімдерін. Сіздерге арнайы ағылшын тілінен бір не бере ме? Сабақ бере ме ағылшын тілдеріңізді дамыту үшін, әлде тек қана осы құрылысқа, өздеріңіздің инженерияға, мамандықтарыңызға байланысты ғана сабақтар өтесіздер ме? Бізде ағылшын тіліне негізделген сабақтар жоқ. Тек қана осы жұмыс барысы бойынша құрылыс саласына ғана негізделген сабақтардың барлығы. Тілді ол өзіміз қосымша, мысалы дүкенге барған кезде, айналаңда барлығы ағылшынша сөйлеп отқан кезде, ол саған әрине сен қазақша сөйлеп жүре алмайсың ғой, орысша да сөйлеп жүре алмайсың. Ағылшынша сөйлеуге тура келеді. Сондықтан сен ешқандай амалың жоғынан ағылшыншаңды жақсылай үйренесің. Тілдік ортада демек дамиды. Тілдік ортада ол өте қатты дамиды. Осында келетіннің алдында Қазақстанда тілдік курсқа қатысып, немесе өз бетіңізбен тіліңізді дамытып келдіңіз бе, мысалы сіз өзіңіз? Мен өзім, мен ағылшын тілін бұл жаққа келмес бұрын жақсы білетінмін, еркін сөйлеймін. Сондықтан осы болашақпен осында түсуге де ешқандай қиындық болған жоқ, кедергі болған жоқ. Үш тілде де еркін. Ағылшын тілін меңгерген болатынмын, курстар алғанмын, оқығанмын. Әріптесіңіз Өмірзақ айтты, таза өзіміздің саламызға байланысты, яғни құрылыс саласына байланысты сабақтар өтіп жатырмыз деді, е? Көңілдеріңіз тола ма? Не өтіп жатырсыздар нақты мысалға? Не жаңадан қандай дүние үйрендіңіздер? Көңіліміз тола ма дегенде, бізге көп зат үйретіп жатыр. Негізі қазір Қазақстанда пайдаланып жатқан заттар да бар, пайдаланылмаған заттар да бар, қарастырылып жатқан заттар бар кей кезде. Бірақ енді Англияда бір үй салса, ол 2-3 ғасыр тұрған үйлер ғой. Сондықтан бізге үйленетін зат әлі көп деп ойлаймын. Бұл жақсы нәрсені айта кеттіңіз, мысалы Англияның үйлерінің сапасы туралы дүниені, Сапасы. Сол сапа тұрғысында Қазақстанға барғаннан кейін бізге де мысалы BI группқа енгізу керек ау, мына дүниелерді деген секілді дүниелерді үйреніп жатсыздар, демек? Мысалға Британияда сапаны бриммен сапалайды. То есть брим ол үйдің качествосын барлық тұрғыдан қарайды. Экологиялық тұрғыдан, материалдары экологиялық чисто, таза болу керек. Жаңағыдай углеродтық көмірқышқыл газдары болмау керек, мысалы. Бізде де сондай сапалық организация бар, өмір деп аталады, брим сияқты. Және сол бримді оқи келе бізде мысалы көп нәрсені үйреніп жатыр. Мысалы мына нәрсені алуға болады екен ау, мына нәрсені үйренуге болады екен ау деп. Және қуана кететін жайт, бізге докторлар, PhD мамандар сабақ береді. Жай мұғалімдер емес, именно
сол осы салада доктор санасын санатын қорғаған адамдар сабақ береді, және ол өте қуанышты, бізге өте пайдалы деп ойлаймын. Сосын біз осы кезеңде әркім өзі екі адамдап бірігіп ресерч жазып жатырмыз. Біз Қазақстанға соны енгізуіміз керек. Осы Англияда бар затты, соны қазір осы жерде жасап, осы жерде зерттеп, нақтылап, сол затты Қазақстанда қалай енгізуімізге болады. Б-групптың саласында болсын, құрылыстың қай жерінде болса да, соны енгізуге тырысамыз. Сол өзіміздің тақырыбымызбен келдік негізі. Осында келгенде, интервьюдің кезінде біз өзіміздің тақырыптарымызды білетіміз. Сол тақырыпты ары қарай өсіріп, дамытып. Бағана Әділбек айтып кетті, негізі кәдімгі өндірістегі жұмыс істеп жүрген мамандарға бір таптырмас мүмкіндік болды деп айтты да. Сіздер дәл қазір кәдімгі студент секілді, жаңа ресерч деді, зерттеу жұмыспен айналысып, былайша айтқанда партаның басында докторлардан, профессорлардан сабақ алып отырсыздар, ал практика жағы қалай екен? Сіздерді қандай да бір құрылыс компанияларына, кәдімгі құрылыстың алаңдарына апара ма? Әрине апарады. Бұған дейін біз Шотландияда құрылыс объектілерінде және салынған ғимараттарда болдық, және оның ерекшеліктерін зерттедік. Қандай материалдан салынған, не үшін бұлар мұншама уақыт тұр деген сияқты сұрақтар болып, өздеріміз көзбен көріп, қолмен ұстап, барлығын көріп қайттық. Және де алда да біздің бағдарлама бойынша 4-5 ғимарат, салынып жатқан ғимаратты қарауға, зерттеуге, олардың құрылыс жүргізіліп жатқан кезеңде қалай жұмыс жасайтындығын, жалпы құрылыс қалай ұйымдастырылғанын қарай аламыз. Біздің медиа бар, бағдарламаның ішінде бар, Бізде мысалы сабақтың бастамасы аптасына 3 күн немесе 4 күн сабақ өтеді. Әр күні 3 сағат немесе 4 сағаттан өтеді. Ары қарай өзіміздің ұнайтын заттарымызбен айналысамыз, яғни кейбіреу жаңа спортпен айналысады, кейбіреулері кітап оқиды, кейбіреулерінде бәрі бірге, яғни жаңа кітапты да оқиды, спортпен де заниматься етеді. Біздің ерекшелігіміз, бұл UK-дің құрылысынан ерекшелігі, то, что бұл жерде жер сілкінісу жоқ. Сол себепті бұл жердегі каркас здания дейміз, каркас здания онша жаңағы арма каркасы ондай көп емес, арматурасы көп салынбайды. Бұл жерде в основном 2 этаж, 3 этаждық үйлер салынады. Каркасында ары кетсе, мысалы бізде бір кубта 173 килограмм қолданып отса арматуралар, біздің Қазақстан мемлекетінде бұл жерде бір кубтан ары кетсе 90 килограмм ғана арматура қолданылады. Яғни бұл жерде жер сілкіністің жоқтығынан осындай каркас жасалынады. Тағы да бірақ Великобританияның ең бір ерекшелігі то, что экологияға қатты көңіл бөлу, жаңағы менің алдында айтып кеткен әріптестерім айтқандай, брим бойынша оқытады, экологияға көбінесе көңіл бөліну керек. Green roof деп аталып жатыр. Green roof деген ол бізде жаңағы жасыл крыша болып саналады. Ол жасыл крышаның бізге не қатысы бар, не үшін керек? Ол жерде жасыл крыша дегеніміз, оның үстіне жаңағы өсімдіктер өседі, гүлдерді өсіреді. Сол жерден мысалы жаңбырдың суы жиналған суын оны үнемдеу арқылы, сол зеленый крыша арқылы төменге қарай түсіріп, бір резервуарға жиналады сол судың бәрі. Сол резервуардан жиналған судың бәрі тазартылады. Тазартылған суларды біз яғни біз оны ішуге қолданбаймыз, сол жаңбырдың суын. Яғни біз қол жууға, жаңағы дәретханаға баруға, сондай қолданыстарға ғана қолдана аламыз. Сол ең бастысы экология дұрыс қарым-қатынас қарау. Мен оны өте дұрыс деп ойлаймын. Өйткені біздің жаңағы қазып атқан, алып атқан жердегі пайдалы қазбаларымыз көп емес. Ол бір жылдары азаяды. Сол себептен сондай экологияға көбінесе көп көңіл бөледі. Жақсы айтып өттіңіз. BI группта Астанада зеленый квартал деген үй бар емес пе? Сол осындай экологиялық жағдайға қарастырылған ба, Әділбек? Зеленый квартал тұрғын үй орамы
2017 жылы тапсырылды, қателеспесем, яғни мына Экспо 2017 халықаралық выставка көрме аясында жалпы салынған үй. Яғни негізгі ең басында зеленый квартал тұрғын үй орамының проектісін, яғни ол шетелдік проект, ол қазақстандық емес, біздің жергілікті проект емес, оны шетелдік бізді дизайнерлер, архитекторлар ойлап тапты, солардың жобасы бойынша салдық. Оның ең басты идеясы, яғни қала ішіндегі қала, ол жерде барлық үйлердің төменгі астыңғы қабатында барлық яғни кіреберіс дейміз ғой, 10 шақты бөлек нелер бар, башнялар бар, солардың барлығы бір ортақ немен қосылған сондай бөлмемен, яғни ол жерде үлкен не бар, тұрғын үй, сауда үйі бар, ішінде Магнум бар, оның ішінде өзінің фитнес орталығы бар, Invictus, бүткіл қажеттілікке керек нәрселердің бар, шаш тараз, сән салоны, манағы. Иә. Ал эко жүйесіне байланысты дүниелер бар ма? Қателеспесем, яғни ол жерде мына шынылар не болып саналады, энергия сақтайтын шынылар қолданылды. Сосын мен білетінім сол нәрсе, сосын бізде онсыда бұрыннан вентиляцияланатын фасад қолданамыз, қасбет нелерін, жүйелерін қолданамыз, вентилируемый фасад, яғни ненің арасында кеңістік болады да, ауа өтетін, су өтетін, мына мысалы жар бітсе, жармен фасадтың арасында кеңістік болады, вентилируемый фасад деп айтылады. Ауа желденіп тұратын өздігінен, алмасып тұратындай. Өткенде ғана Түркияда үлкен бір жер сілкінісі болды, енді жалпы жер сілкінісін ғалымдар, сейсмологтар алдын ала зерттеп біле алады дегендей, мысалы оған Жапония бізге үлгі бола алады. Сейсмологиялық тұрғыда өте тұрақты, сапалы үй тұрғызу мәселесі бойынша. Бұл жақта сондай сейсмологиялық жағдайларға төтеп бере алатындай, немесе бір жаңа технологияларды енгізу арқылы сапалы ғимарат тұрғызу жағынан қандай да бір дүниелерді үйреніп жатсыздар ма? О жағынан хабар беріп жатыр ма? Негізі Ұлыбритания өте сапалы бәрін зерттейді, және басқа ұлттарда не болып жатқанын көреді, Жапонияда не болып жатқанын көреді. Сонымен біз бұл жақта жүріп, тек қана Ұлыбританияның технологиясын білмей, басқа елдердің технологиясын білеміз. Соны оқимыз, сабақтарда оқимыз, және объекттерге барған кезде көреміз. Мысалы, объектте мынау технологияны былай қолдандық деп айтады. Соның бәрін алып жасақ Қазақстанда дамытуға тырысамыз. Жалпы былай қарап отырсақ, Британияда кезінде бір материал оқыған едім мен 5 жыл бұрын Англияда оқыған кезде. Европаның архитектурасының ерекшелігі үйлері биік емес. Аса биік емес. Бір 3-4, ары кетсе бір 5-6 қабаттан аспайтын үйлер. Оның да бір өзіндік бір мән мағынасы бар болып тұр ғой. Сол биік үй салумен одан кейін аса биік емес үй салудың бір бізге Қазақстан үшін қажеттілігі жөнінде мәліметтер ала алдыңыздар ма? Мысалы бізге Қазақстанның жағдайына байланысты қандай үйлер дұрыс? Сіз маман ретінде не айтатын едіңіз? Бізге мысалға 18-20 қабаттық үйлер керек пе, керек емес пе мысалға? Бұл сұраққа жауап беру негізі қиындау, өйткені мысалы Ұлыбританияда да үлкен үйлер бар, өте көп қабатты. Ол неге байланысты? Плотность населениеға байланысты. Мысалы үлкен қалаларда біз тек қана 2-3 этаждық үйді сала алмаймыз. Сол жақта көп қабатты үй қажет. Ал шет жағында салуға болады, және ол өте адамдарға пайдалы. Өйткені үй күшігі болғандықтан үйдің арасы тығыз болады. Тығыз болғандықтан люди себя чувствуют более комфортно в такой среде. Өздерін ыңғайлы сезінеді. Еркін сезінеді. Ал енді Назгүл, біз енді емтихан тапсыру барысына қайтадан оралсақ, қас тест болды, басты талабы деді, одан бөлек жаңағыдай тәуелсіз эксперт комиссияның сынағынан өту керек. Ал енді мынандай құжат тапсыру кезінде болашақтың бір қиын нюанстары болды ма?
бірақ мысалға оқуға түсіп алғаннан кейін сіздің мәселеңіз келген кезде шарт жасасу керек, гарант табу керек деген екі күннің ішінде бітіп кетті ме? Этаптары бар ғой, сол кезде жүріп алды ма? Сәл бір қиындық туғызған кездер болды ма? Бітті, иә, бәрі дұрыс болды. Болашаққа байланысты бір айтарларыңыз бар ма? Барысы жайлы айта кетсем, онда Неге 6 айға келдіңіздер? Әйтеуір түстіңіздер, 1 жылға келмедіңіздер ме? Өйткені тағылымдамаға 1 жылға дейін уақыт беріледі ғой, соны айтқан. Договорға қол қойса, үшінші тарап жағынан сол бізге ең бастысы ыңғайлы болды. Иә, ыңғайлы болды. Енгізіп қойған ғой, иә. Бірінші мәселе. Бірақ артықшылықтары мен кемшіліктерін айтып. Бірақ сіздерге сол 6 ай мүмкін ыңғайлы болып тұр ғой, жатады. Иә, 2 ақ гарант, ешқандай жылжымайтын мүлікті қоймай ақ қойсаң болады. Иә. Жеңілірек условия болды бізге. Неке. Астаналықтарға оңай болды. Ал мысалы басқа қаладан келген адамдарға қиындау, өйткені олар Астанаға келіп күту керек, сосын осы Астанада орын табу керек, қайта орналасады. Жаңағы гаранттарын алып келу керек, е, бірге, өзімен бірге. Гаранты басқа қалада болса, оған доверенность жазып, соны істеу керек. Сол қиындау болды. Біздің коллегаларымыз жақсы жауап беретін шығар. Мысалы, Ануар Алматыдан келген. Иә. Әнуар, сіз мысалы Алматыдан келдіңіз. Құжат тапсыру жағынан, шарт жасасу жағында, жалпына болашақтың ұйымдастыру жағында бір олқылықтар, артықшылықтар. Маған бір қиыншылық болды. 2 гарантым Алматыда болды. Сол 2 гарантты жаңағы Астана қаласына алу қиыншылық болды. Неге десеңіз, өйткені артық ақша кетеді оған. Бірақ амалын таптық. Басқа Астанадағы сояқта тұратын таныс арқылы доверенность жазып, сол кісілерге доверенность жазып берді. Бұл сол кісі жаңағы Астанада тұратын, солар сенім хатпен болады, иә? Сенім хатпен, иә, болады. Қағаз бойынша. Ал егер сол цифрландырса, өте өзімізге ыңғайлы, тезірек және болар еді. Жұмыстан сұранбас едік, қайта-қайта күнде, сол 10 күн бойы күнде жұмыстан сұрануға тура келді. Қайта-қайта жағдай айтып, сұранып. Мысалы бізде барлық заттар бар ғой. Біздің бастықтарда да электронды цифровой подпись бар, мысалы, қол қою. Сол жақтан сөйтіп қоя беруге болатын еді. Енді болашақ болғасын, анандай программа болды, мысалы, қаншама елде оқытып, үкіметке келсін, сондайға көшу керек деп ойлаймын. Әділбек, енді отбасылы адамдар туралы айтсаң, өзің отбасыңмен келдің, 2 балаңмен келдің, Англияға келгеннен кейін мектепке орналастыру, бақшаға орналастыру жақтарын, пәтер жалдау деген секілді мәселелер қалай болды ол жағы? Жалпы мынау жұмыс жасап жатырған қызметкерлерге арналған тағылымдама болғасын, біз енді студент емес, біз 17-18 жастар мектеп жаңа бітірген, яғни біздің тең жартысымыз жанұялы адамдармыз. Үйленген, тұрмыс құрған балалары бар кейбіреуіміздің, яғни сол себептен кейбіреуіміз осылай шештік, осындай мүмкіндік болғасын, отбасыларымыз, балаларымыз да осы көрсін деп та, шетелді көрсін, қалай екен деп. Және кейбір қызметкерлер өздерінің отбасын алып келді, ешқандай қиындық жоқ, яғни бізге қалай виза рұқсатталса, оларға да солай берілді. Сосын мында бала бос жатпасын деп, жалпы
біз қазір Англиядамыз, Ұлыбританияның заңнамасы бойынша бала үйде бос жатпау керек. Яғни 3 жастан бастап балабақшаға барады, 3 пен 4 жасқа, 5 жастан бастап бірден неге барады, мектепке барады. Барлығы тегін, яғни өз 3-ке толса балабақша тегін, 5 жасқа толса мектеп тегін. Біз яғни қызым жақында мектепке барды, ешқандай бір тиын төлеген жоқпыз, ешкімге шыққан жоқпыз Қазақстандағыдай, бәке көке там орналастырып берші деп. Шақыртуды, мен мысалға осы күнде келдік. шыны керек шақыртуды негізі аудармай ақ қойса да болады. Өйткені болашақтағылардың бәрі ағылшынша біледі. Тегін берді. Ештеңе сатып алмайсыз деді. Кітап, оқулықтар, дәптерлер барлығы өзімізден береміз деді. Тамақ керек емес, тамақ іштен береді. Біз тек қызымызды алып барамыз болды. Ең бастысы бала сабақтан қалмау керек. Әр мектептің өзінің формасы бар екен, яғни қалыпты күйде мына асты қара шалбар немесе қара юбка, үстіне енді мектепіміз бір мектепте қызыл болса, көк, жасыл өздерінің нелері бар, джемпер дейміз ғой, джемперлері бар. Футболда дене шынықтыру кезінде футболкілері бар. Ақ қара, қызыл ақ көк немесе қызыл. Мектеп жайлы айтам дедіңіз. Қазақстан мен осы жақтың мектеп жүйесіндегі бір айырмашылықтарды байқадыңыз ғой? Соны қандай дүниесіне тоқталып айтып беретін едіңіз? Мысалы, мен 2 бала мектепке барады. Бір баланы дайындау үшін бізге бірінші қыркүйекте примерно 150-200 мың ақша канцелярский товар киіміне кетеді. Ал мұнда біз канцелярский товар вообще мүлде алған жоқпыз. Себебі бұлар үйге әр адамға тапсырма бергенде шығарып береді қағазға. Сол қағазға бала нақты біледі, маған осы жерді осылай істеу керек деп көрсетіп береді балаға. Сосын бір мұғалімнің қасында 2-3 ассистент бар екен. Ол ассистенттер сол баланың мектепке деген адаптациясымен жұмыс істейді. Ол мысалы менің балам ағылшынша толық түрде білмейді. Сондықтан оған қасына орысша тіл білетін ассистент қосып, баланы мектепке адаптация жасауға көмектеседі. Ол деген үлкен бір көмекті балаға. Сосын форма. Біздің мысалы мектепке форма алу үшін бір костюм шалбар ғой. Костюм шалбар примерно 40 мың, 30 мың шығады. Менің қызым 2-ші классқа барғандықтан мүлде бәрі тегін мектептен берді. Туфли, рубашка, джемпері, кофтасы, футболкасы бәрін берді қызға. Бұл ұлға енді 8 фунттан аласын дейді. Ол да доступны да біздің кезімізде. Мысалы біздің Астанада бір трикотажный форма алу үшін 40 мыңнан жинады. Вот мен қасымыздағы адамдар бар, бірақ біз мектепке енді ондай форма кірген жоқ. Бірақ в среднем 40 мыңнан жиналады. Сол жері жақсы да. Мектепке бала канцелярский товар алмайды мүлде. Себебі менің ұлыма 2 дәптер, бір планинг, бір үлкен не берді. Жаттау материалдарын кітап сияқты шығарып берді өзіне. Сол жерде бала мектепте де соны пайдаланады. Тонна кітап көтерілмейді. Мысалы, қазіргі өтіп жатқан 3 сабағын, осы семестрда 3 сабақты бітіреді. Толық қандай несі бар? Күнделігі. Жаңа күнделігі, дайыры ғой. Бәрі жазылып тұр. Очень так интересно. Бізде мысалы бір күнде сабаққа бару үшін бір бала примерно 5 кітап алады. И ортасында еще сағат 8:30-да басталады, мектепке кіріп сабағы басталады, 3:30-да шығады. Ортасында бірақ 2-3 сабақ өтеді. Неге дейсіздер ғой? Ойынға көбірек мән береді. Ойынға бөледі. Балаларды далаға алып шығып, мектепте ойнатады, сыртта қоңырау соғады, балалар киінеді, далаға шығады. Ол да бір жақсы неме да. Біздікі мысалы шулап коридорда жүреді ғой. Сондай жерлерін алса деп ойлаймын.
сабақ барысын айтсаңыздар. Жаңа аптасына 3-4 рет дедіңіздер, иә? Қандай сабақтар өтесіздер? Бұл жерде сабақтар өткенде көбіне жаңағы айтылып кетті ғой, көп қабатты ғимараттар немесе 3-4 қабатты ғимараттар деп соны қарастырылады, және бұл жерде түсіндірген кезде сабақты көбіне ерекшеліктерін айтып өтеді. Осы бір апта бұрын ғана бізде сабақ болды, урбан дизайн деген. Ол жерде бізде қаланың дизайны, жалпы қала құрылысы жөнінде айтылды. Мысалға Лондондағы үлкен биік ғимараттардың қатар-қатар салынуда қандай кемшіліктер ол біріншіден адамға былайынан қарым-қатынас жасауға ыңғайлы болғанымен кемшіліктеріне жатады. Ол адамның табиғатпен жанасуына кедергі келтіреді. Күннің көзін дұрыс көрінбейді, таңның атқанын, күннің батқанын көрмеуі мүмкін. Және Ұлыбританияға ең бірінші ерекше назар аударатын олардың өзінің жүйесінің бірі ол тұрақты даму. Тұрақты даму 17 бөлімнен тұрады. Онда ең бірінші басталатын әртүрлі салалар қарастырады. Ішіне кіреді кедейлікті жою, аштыққа жол бермеу, энергияны сақтау заңдары. Ең қатты көңіл бөлетін Ұлыбританиядағы мәселелердің бірі ол энергияны сақтауға көңіл бөледі. Яғни энергияны электроэнергияны сақтау, газ бұл жақта өздеріңіз білесіз, ондай жоқ біздің Қазақстандағыдай мөлшерде, және суды үнемдеуге көп көңіл бөледі. Үнемдеуге көп көңіл бөледі, дұрыс айтасыз. Үнемдеуге көп көңіл бөледі. Және де бұл жерде қазір Қазақстандағы ең қатты мәселелердің бірі әйел адамдар мен ер адамдардың құқықтығын, теңдігін және қарастырады. Әсіресе біздің Қазақстанда құрылыс саласында ол басты мәселелердің бірі. Бізде құрылыс саласында қыз балаларға көтерілу еңбек сатысында қиынырақ ер адамдарға қарағанда. Сол мәселе жөнінде бұл жақта тең қарайды. Тең қарайды. Гендерлік теңдік жөнінде, оны да қарастырған құрылыс саласындағы, сөздер бар ғой енді бізде. Қай дүниені бізге енгізген дұрысырақ, мысалға біздің білім саламызға? Енді біз барлығымыз кезінде студент болдық қой. Яғни біз қазір салыстыра аламыз да Қазақстандағы оқу, жоғарғы оқу білімнің несімен, әдісімен және осы сияқтағы қалай әдісі. Бізге бірден ұнағаны, мысалы, әрбір мұғалім мысалы түсіндірген кезде ол әр қайсысымен жеке-жеке жұмыс жасайды. Мысалы, әр қайсысы жеке-жеке әдіс табуға тырысады, әр қайсысына жеке-жеке подход дейміз ғой. Сосын адам түсінбегенше олар сен сол сабақты түсініп кетпегенше ол кетпейді. Яғни барлығын аузыңа шайнап береді, түсіндіріп та, және сабақ бір ойын ретінде өтеді, қызық ретінде. Кез келген, мысалы, бізге нелері, бейне презентациялары, ол ойын мен күлкімен болады. Мысалы, бір маңызды мәселені айтып атамыз, мысалы, үй жайлы, мысалы, ғимарат жайлы арасында әзіл кетеді. Яғни бірінші обстановканы, мысалы, не істеп атты, өзіне жақындатып атты адам. Ең басты сосын барлығымызбен танысып алады. Сосын мен байқағаным, біз, мысалы, Англияда жүрсек, олар біздің Қазақстан жайлы мұғалімдер білуге тырысады, және өзінің бейне материалдарына қосуға тырысады. Яғни әлемдік нелерді көрсетеді, мысалдарды, және Қазақстандағы бір мысалдарды көрсетеді. Біздегі мысалы, соны ұнады маған. Біздің мемлекет туралы да ізденеді мұғалімдер. Біздің мемлекет туралы ізденеді. Сосын, сосын teamwork деген, бағана екі-екіден айтып өттің, екі-екіден бөліп біз ресерч жасап жатырмыз дедіңіздер ғой. Бірге жұмыс істеуге баулиды. Бірден, мысалы, бізде Қазақстанда тақырып беріледі, сосын арғай өзің жұмыс жасайсың, мұнда бірден сол жерде тапсырманы осы жерде орындаймыз. Сабақ өттік, бірінші сабақ, мысалы, не болды? Теория болды. Екінші сағатымызда сол теорияны істе қолданамыз. Мысалы, қалай жасау керек, сосын соңында бізге не береді, бағыт береді. Дұрыс жасадық па, біз дұрыс түсіндік па? Яғни сол сабақтың соңында дейін түсінгенше олар көзі жетпейінше түсіндіре береді. Сосын мысалы бірінші төменгі қабатта мұнда мысалы электроника нелері бар, факультеттері бар. Олар өз қолдарымен жинап жатыр. Мысалы әртүрлі механика, мысалы кәдімгі кезіндегі неге қатысқан боевой действия дейміз ғой. Яғни сол мысалы жанжалдарда болған кәдімгі шын не тұр, ұшақ тұр.
иә жанжалда қатысатын ұшақ тұр, соны өзі мысалы неде авиационный нені факультеттің балдары соны өзі шашады, өзі жинайды. Яғни теория қарағанда практика көп мұнда. То есть практика басымырақ себебі және тағылымдамаға керегі де сол ғой. Тағылымдамаға керегі сол. Біз мысалы бізде теория бар, біз практикаға келдік осында. Яғни сол практикаға көп көңіл бөледі. Және адам өзін ізденіске көп не істейді. Библиотека ашық, 24 сағат мысалы кітапхана 24 сағат ашық, кез келген уақытта барып өзіңнің немен ID карточкаңмен кез келген ақпаратты алуға болады. Көбінесе мұндағы нені ізденіске көп не істейді. Өзің іздену керексің. 2 сағат сабақ болды, әрқайсысы өзің іздеп, өзің сұрап керек нәрсені өзің табу керексің. Біздің осында болуымыздың бір себебінің бірі, яғни ол мына біздің Рахимбаев Айдын Жұмаділұлының несі деп ойлаймын, бастамасы деп ойлаймын. Яғни ол шетелде де көп болады. Және білесеңіз, Гарвардта оқып жатыр, қазір жасы 50-ге келсе де, ол оқуын тоқтатпайды, үнемі оқуда. Яғни бір байқаған нәрсесі, ол шетелге барғанда осындай әртүрлі Қазақстанның келген қызметкерлерін көрген. Қазақстан темір жолынан түскен, мысалы, сосын оған ой келген, неге осы менің BI Group мекемемнің қызметкерлері бізде мысалы көп адам ғой, қателеспесем 5-6 мың адам жұмыс жасайды бүкіл Қазақстан бойынша. Неге солар барып өздерінің біліктіліктерін арттырмайды деген. Сол себептен ол демек инициатива бірінші басшылықтан келіп тұр ғой, Айдын мырзада. Бастама басшылықтан келіп тұр. Сосын мысалы біздің 15 адам түсті ғой, ешқайсымызды байлаған жоқ мысалы. Жоқ, сен бармайсың. Егер мысалы басшылық келіспесе, біз мұнда болмаймыз. Айтса, жоқ, бармай-ақ қой, сен осында керексің. Мынадай жобаң бар, осыны бітіріп ал, сен бармай-ақ қой десе, қалатын едіңіздер. Бірақ олар бізде BI Group'та адамдардың, қызметкерлердің біліктілігін арттыруын қолдайды. Әрдайым мысалы бағдар беріп отырады. Қателеспесеңіз, өзіміздің BI университетіміз бар, корпоративтік университет. Сол жанында өзіміз біліктілікті арттырып отырмыз. Және бірдеме мысалы айтқан кезде, осындай болашақ бағдарламасына түстім деген кезде, мен басында қорықтым басшыммен сөйлесуге де, өзінің қалай қабылдайды екен, қандай әсерде болады екен деп. Ол бірден қуанып кетті. Әділбек, жарайсың, ештеңе ойланба, барып кел. Сен жоқ кезде орныңа бір адам ала тұрамыз, сен келген кезде қайттан оқу орнын жалғастырасың. Және олар көріп тұр, себебі білікті маман әр кезде керек болады. Яғни біздер мысалы қазір осында Англияда болып келсек, біздің көзқарасымыз өзгереді мүлдем. Ол қалай болғанда да мына 6 айдың өзінде біз көп дүниені өз түйсігімізге түйіп, барамыз деп есептеймін, және соның бәрін қолдануға тырысамыз. Солай болсын, Лайым. Қазақстанда өте жақсы, өмір сүруге ыңғайлы, сапалы ғимараттарды, тұрғын үй кешендерін тұрғызуларыңызға тілектеспіз. Бәрі өзіміздің еліміздің дамуы үшін ғой. Рахмет сіздерге. Біз Жаннұр екеуміз Кавентри университетінің кітапханасында жүрміз. Екінші қабатына барып жатырмыз. Өте көп open space. Мынандай не, кәдімгідей отырып, тіпті жатып, жасайтын жерлер бар. Бұларда отдельно хаб бар. Сол 24 сағат ашық. Оның ішіне еще сіз кіріп, мызғып алуға да болады. Бізде Лестер университетінде болады сондай. Мына бір кнопкаларды мына басса дейді. Бәрі енді көрдіңіз бе, диджитал ғой, сандық технологияның дамып кеткені. Мына сөрелер бір-біріне жақындайды. И мына каталогтан іздеген кезде мына номерлер бойынша іздейсіздер, кітаптарыңызды. Қандай тақырыпта ресурс жасап жатырсыз? Повторное использование серой воды. Жилищный ЖК. Көп қабатты үйлерде жаңа коллектив, суды жібереміз ғой. Сол суды соның қайта өңделіп қолданылуы ма сонда? Қайта қолдану. Бұл тек қана сіздің ғана тақырыбыңыз ба әлде? Екі адамнан бір тақырып? 2-3 адам біз екеуміз істеп жатыр. Now silent.
аукцион екен ғой жалпы, иә, тыныш отыратын жер. Бұларда анандай бар ма? Таза қаралар отыратын жер деген сияқты. Ондай жоқ па? Неге жылжымай тұр екен десе? How do you use a mobile shelving? Отыра бересің. Иә. Рахат. Ой, бұлардың кітапхана жүйесінің өзі бір керемет. Рахат қой, жанның рахаты ғой. Манчестер дейді. Мына транспорт музеймға барып бердіңіз? Кавентриде кезінде машина жасаған екен ғой, кәдімгі. Транспорттың бәрі осы. Өндіріс орталығы осы жерде болған. Библиотеканың өзіне соған. Sorry. Ұптық. Мына жерде. Тақта қандай күшті. Мына жерге өзіңнің жеке заттарын, ноутбуктарыңды салып кетуге болады. Мынандай open space-тар бар. Міне, жантайып сабақ қарайсың ба, демаласың? Иә, бізде де осындайлар. Да, міне, collaborative and group working деп тұр. Сондай топпен жұмыс істейтін арнайы бөлмелер.